сәлеметсіз бе? Біз ана ойында ойнасақ деп едік. Бізге ойын ережесін түсіндіріп жіберсеңіз. Бұл ойында 5 топ ойнайды. Финалда 3 топты тигізеді. Арсений, біз ойын ойнап жүріп, қазақша үйренуді ары қарай жалғастырамыз, иә? Бүгінгі біздің тақырып құстар жайлы. Әрбір дөп тізген шарына бір айтатын боламын. Олай болса ата берсең болады. Ай, өкінішке қарай тизе алмадым, иә? Сонда да құстар жайлы біле кет. Біздің ең бірінші үйренетін құсымыз ол аққу. Аққу? Иә. Яғни орысша лебедь. Лебедь қазақша аққу. 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 Дұрыс. Өкінішке қарай тағы да тигізе алмадың. Сонда да біле кет. Мен саған біздің үйренетін екінші құсымыз ол ворона. Яғни қарға. Қарға. Ой, жарайсың. Дөп тездің. Енді біздің үшінші үйренетін құсымыз ол воробей. Воробей қазақша аударғанда торғай болады. Торғай. Ой, міне, жарайсың. Ал енді төртінші үйренетін құсымыз, білетін құсымыз. Ол бізде орел. Орел қазақша аударғанда қыран болады. Қыран. Орел, қыран. Өкінішке қарай сен бесеуінің төртеуін тигізе алмадың. Сонда да бізде бесінші білетін құсымыз ол чайка. Яғни шағала. Чайка қазақша аударғанда шағала болады. Шағала. Дұрыс.